ұлылардан қалған сөз. Садақа берсең жемісті болады, бермесең тегіс солады. Қарахан патша. Қазақ жерінде кісіге, несібеге арамдық у қосуға, жақсылықтың алдын тосуға, жаудан жосуға, сәбидің белін басуға, әулиеге тіл тигізуге, ғұламаға қатты сөйлеуге, жарғыны аяқ асты етуге, мал жайылымы мен орманды өртеуге, сүйген жарыңды перделеуге болмайды, деп киелі Қазығұрттан шыққан 63 пайғамбар айтып кетіпті. Тұз астың дәмі, өсиет ұрпақтың дәмі. Атасынан өсиет қалмаған елінің соры, әруақтың әні. Әл-Хорезми. Қонағына төрін бермегеннің босағасынан қыдыр не жесін? Жекен Шайық әулие. Алдын болжап айту Алланың ісі, өткенді қозғап айту әруақтың күші. Төртқұлақ әулие. Қазығұрттың есігі Қағба болды Меккеде, ашамайлы бесігі олжа болды Меккеде. Қалжа жесең ұл туып, ту көтерсін ұрандап, орда салсын осы елге. Хиссамуддин. Ата-бабаның өсиетін ұмыту, мұрағатын сақтамау, әруағына бас емеу, дүниеге естімейтін соқыр перзент әкелгенмен бірдей. Әбу Насыр Әл-Фараби. Пара өткелсіз көпір, өшпес өрт, жемқорлық ұятсыз өмір, жазылмас дерт. Екеуіне де өлім серт, құны қанжығада. Әз Жәнібек хан. Өшпес өсиеттің тамыры Қазығұрт, бұлағы Алаша Қахан, арнасы өр Алтай. Әмір Темір Көреген. Шешеннің сөз өлмейді, тектілердің ізі өшпейді. Бұтаққа су, ұрпаққа рух бермесең көгермейді. Абылай хан. Киелі өсиет елдің қазығы, ұрпақтың асығы, сұлудың наз үні, періштенің шаңырағы, әруақтың есігі, иманның бесігі, Құранның өңі, шариғаттың белі, тектіліктің төлі, бұрмалаған пенде елдің шөлі. Пір Бекет ата. Құлды хан етуге болады, көтерер құрығы болса, ханды да құл етуге болады, әділетсіз биі болса. Сөз құдіретін өсекке таңар, шұбар ала тілі болса. Ер тектісін есекке таңар, басында боданды күні болса. Елді ел ететін тектілер, теңіздің иіріміндей миы болса. Байғұт Рысымбетұлы.